Сәлеметсіз ме балалар? Бүгін 92-ші сабақты өтетін боламыз. Каналымызға міндетті түрде подписаться батырмасын басып, жазылып алыңыздар. Сіздер үшін пайдалы сабақтар шығып отырады. Құстар туралы білемін. Жіктеу есімдігі. Мәтіндегі негізгі ойды анықтай аламын. Жіктеу есімдіктері туралы білемін. 38-ші жаттығу. Мәтінді оқы. Бозторғайдың ерлігі. Бозторғай ертелі-кеш балапандарына жем тасумен жүрген еді. Күн сәскеге таяғанда жем алып ұясына ұшып жеткен бозторғай бір қатердің үстінен түсті. Қара шұбар жылан тілін сумаңдатып ұясына жақындап қалыпты. Балапандары ауыздарын ашып шыр-шыр етеді. Бозторғай ұя мен жыланның аралығына келіп қонды. Мына сорлы қайтеді, жан керек болса былай тұр жолымнан, деді жылан басын көтеріп. Сен менің балапандарымды жемексің, қалайша мен саған жол бермекпін. Жоқ, ол болмас. Онда өзіңді жеймін, жей алмайсың. Не дейсің? Бозторғай жыланға қыр көрсетті дегенді кім естіген? Кім естісе, ол естісін. Мен балапандарымды тастап кете алмаймын. Одан да өзімнің өлгенім жақсы. Онда кел бері, түс аузыма. Аш аузыңды. Жылан аузын ашып көзін жұмды. Бозторғайға керегі де осы еді. Жыланды шап беріп, екі аяғымен басына мықтап бүріп көтеріп әкетті. Бозторғай шырқай ұшып, ту биіктен жыланды жалпақ тастың үстіне тастап кеп жіберді. Сонан соң жер бауырлай ұшып, оның парша-паршасы шыққанын көрді де жөніне кетті. Бозторғай бұл ерлікке балалары үшін барған еді. Мәтін мазмұны бойынша бір-біріңе сұрақ қойып жауап беріңдер. Бозторғай ұясына жақындаған нені көрді? Жыланды көрді. Бозторғай жыланнан қорықты ма? Жоқ, ол қорықпады. Неліктен бозторғай жыланға тап берді? Себебі балапандарын қорғап қалғысы келді. Бозторғай жыланнан қалай құтылды? Жыланды екі аяғымен бүріп алып, жоғарға көтеріп алып кетті. Мәтіндегі негізгі ойды анықта. Мәтіндегі негізгі ой әрбір ата-ана өз балаларының қауіпсіздігін ойлайды. Балаларының амандығы үшін өз қауіпсіздіктерін ұмытып, тәуекелге барады. Қарамен жазылған сөздерге сұрақ қой. Қарамен жазылған сөздер сен, мен, ол сөздері. Кім деген сұраққа жауап береді. Бұл сөздер қай сөз табының орнына жұмсалып тұр? Бұл сөздер зат есімнің орнына қолданылып тұр. Мен, біз, сен, ол сөздері жіктеу есімдіктері деп аталады. Жіктеу есімдіктері жіктеледі, септеледі. 39-ші жаттығу. Көп нүктенің орнына тиісті жіктеу есімдіктерінің бірін қойып, сөйлемдерді көшіріп жаз. Құстар күзге қарай жылы жаққа ұшып кетеді. Олар көктемде қайтып оралады. Мен құстарға ұя жасап қоямын. Сен кешікпей кел. Мен бірінші жақта, сен екінші жақта, олар үшінші жақта. 40-шы жаттығу. Оқып белгілері бойынша құс атауларын тап. Иілген ұзын мойынды, ақ қауырсынды, халық киелі санайтын құс аққу. Мойны ұзын, сирағы сидиған, ірі жылқысы тырна. Жарғақ қанатты, түнде ұшатын құс жарқанат. Ұзын тұмсығының астында қалтасы бар су құсы бір қазан. Жем талғамайтын, көбінесе өлексемен қоректенетін түсі қара құс құзғын. Орманда бақта жүретін, дауысы әдемі кішкентай әнші құс бұлбұл. Өзінің атын атап үн шығаратын, түсі ала көктем құсы көкек. 41-ші жаттығу. Жұмбақты жатқа жазып, шешуін тап. Ұшқаны қызық жалпылдап, өзі сондай қарқылдақ. Жұмбақтың жауабы жапалақ. Есімдікті тап, оның қай сөз табының орнына жұмсалып тұрғанын айт. Есімдік өзі сөзі зат есімнің орнына қолданылып тұр. Осымен сабақ аяқталды. Сабақ пайдалы болған болса, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.